Каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге асқабақ тәрізді самса түрінің рецептісімен бөлісемін. Самса қамырының түрлі рецептісі бар. Ашыған, жұмыртқасыз. Мен осы жолы қамырға жұмыртқа қосып жасап көрдім. Сіздер де жасап көріңіздер. Қытырлақ болып шығады екен. Балаларға ұнады. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен жылы суға тұзды ерітіп, жұмыртқаға құйып араластырып аламыз. Одан соң алдын ала илеуіштен өткен ұнды жаңағы сұйық массаға барлығын салып, қолмен қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң салафанға салып 5-10 минутке қойып қоямыз. Одан кейін салмамызды дайындасақ болады. Ол үшін майлы емес фаршқа ет тартқыштан өткізілген пияз және сарымсақты салып, тұз, бұрыш, қалауынша зира қосып жақсылап араластырамыз. Екінші салманы асқабақтан жасадым. Үлкен жағы бар үкіштен асқабақты өткізіп, пияз, тұз, май салдым. Міне салмамыз дайын. Енді қамырды алып, бір басып екіге бөлеміз. Осы екіге бөлген соң біреуін салафанға салып қойыңыздар, екіншісіне ұн сеуіп, жұқа етіп жайып аламыз. Бір айта кететіні, қамырдың түсі қаралау, оған мән бермеңіздер, себебі өзім жоғары сортты пайдалана бермеймін, көбінесе бірінші сорттағы ұнды пайдаланамын. Енді осыны 3 бөлікке бөліп, сары майды ерітіп, жұқалап жағамыз. Майымыз әрине ыстық болмауы тиіс. Қамырымыздың барлық бөлігіне май жағып болған соң, видеодағыдай қысыңқырап орап, салафанға салып, тоңазытқышқа 20-30 минутқа қойып қоямыз. Уақыт өткен соң алып, форманың кіші үлкенділігіне қарай бөліктерге бөлеміз. Бөліктеріміз кеуіп кетпес үшін салафанға салып қоюға болады. Кейін біреуін алып, ұн сеуе отыра жаямыз. Жаңа салманың бірін салып, видеодағыдай жинап түйеміз. Көріп отырғандарыңыздай бұл түйу хинкалиге ұқсас. Енді асқабақ формасына келтіруіміз үшін жіпті алып, осылай орап, ең соңында байлап қоямыз. Міне барлығын осылай жасап шығамыз. Бұл жіпті біз піскен соң қиып алып тастаймыз. Себебі піскенге дейін алып тастасақ, формасы шықпай қалады. Соңында формаға пергамент төсеп, бірақ қағазға май жақпай самсаларды салып шығамыз. Үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, қалауынша әсемдікке қарай тімен күнжіт сеуіп, алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста қызарғанша пісіреміз. Мені жоғалтып алмас үшін соңында тіркеліп кетсеңіз болады. Асыңыз дәмді болсын.